Жалпы бір гонорар қойып, енді әнші болып кетпейсіз бе? Қайтса қайта береміз олар. Әділ емес, біздің дауыс бармады. Өзіме сарапшы болатын болса, мен жеңіске жетпес едім. Жаныңызда сізді пайдаланғысы келетін адамдар бар ма? Оңбаған неге үйтейін деп жатыр екенді мен ойламаймын. Кейде біреудің жүзі жыл болып тұраса да, іштен ар жағында арам ойының бар екенін оны да білмеуі мүмкін. Өміріңізді бір сәт артқа айналдыруға мүмкіндік берсе, нені өзгертер едіңіз? Қартайып барады, мен қашан демаламын, қашан шаршаймын. Пенсияға шығам ба, шықпайым ба, мен ол ойыма кіріп шықпайды. Істеу керек екендігін қадірін біз білмей жүрген болатын болсақ, енді білген болатын болсақ, енді істей аламын. 50 жылдан кейін халық сіз туралы не айтады деп ойлайсыз? Бірдеңені аударып төңкеріп, бірдеңені қырып істеп тастаған жоқ. Ол мен мақтай ма, даттай ма, ол маған бәрібір. Бақытты іздей берме, ат шаптырып дейді. Қоярсың арманыңды ақсақ қылып. Одан да адамдықты маздата бер, уақыттың ошағына от саптырып дейді. Мен Жаңақорған қаласындағы аудандық мәдениет үйінде аудандық жерде тұрып, енді осындай үлкен тірліктермен, үлкен бір ой бөлісулермен айналысып жатқанның өзі үлкен жұмыспын өзі. Оның екінің бірі істемейді. Қаланың кейбір жерлерінде бұндай да істемеймін. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен мен Шәкәрім Ибадулла. Бүгін сұхбаттаймның кезекті шығарылымы. Бүгін бізде қонақта Шаншар театрының актері, әнші Жүсіп Ақшора. Ассаламалейкум. Уағалейкум ассалам. Қош келдіңіз аға. Рахмет, қалайсыз, жағдайларыңыз жақсы ма? Жақсы, шүкір, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, рахмет. Аға, егіз лебіз бағдарламасының жақында ғана жеңімпаз болдыңыздар. Шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Жалпы бір гонорар қойып, енді әнші болып кетпейсіз бе? Ондай ойымыз жоқ. Енді бұл бәрібір біз елдің арасында той-томалақтарда өзіміздің әліміздің жеткенше ән айтып жүреміз. Сол бізге жетеді, ол арнайы бір әнші болып, арнайы бір соны бір істедім, соны мойындадым, сондай екенмін деп шығудың қажет жоқ. Айту керек болса, тыңдайтын өзімізге лайықты көрерменнің алдында айтсақ айта береміз олар. Біз өзімізде концерттерде де айтамыз, өзіміздің Шаншар театрында да айтамыз, әндерді арасында бірақ бір үлкен бір әнші ретінде айтпаймыз. Бұл көріністерге, ішіндегі сатиралық шығармаларға керек жерлерінде айтамыз. Бұлайша да елдің арасында, той-томалақта, құдалықта, ағайынның арасында айта береміз, сол жетеді маған. Әділ емес, біздің дауыс бармады деген пікірлер кетіп жатыр. Өзіңізге өзіңіз сарапшы болсаңыз, сіз жеңіске жетер ме едіңіз? Өзіме сарапшы болатын болса, мен жеңіске жетпес едім. Өйткені бізге көп қолдау көрсеткен ел, халық, ағайын, туған, туысқан бауырлар. Осы халыққа рахмет, елге рахмет. Осы бізге жюри бір деген бағаға қойған кезде де біз бірінші орынға шығып келіп жаттық. Осының бәрі елдің арқасы, халықтың арқасы, алыс жақындағы бүкіл Қазақстандағы өзіңді қолдайтын, қоштайтын көрерменнің арқасында. Баршасына мың алғыс деп қайта-қайта айтып жатырмыз. Рахмет. Мен жеңген жоқпын. Ол егіз лебізді мен жеңген жоқпын. Халық жеңді деп есептеймін. Ел жеңді. Елдің сондай мені жеңдіргісі келді. Өздері жабылып жүріп, өздері жеңді ғой халық. Аға, өмірде сіз тым қарапайымсыз. Жаныңызда сізді пайдаланғысы келетін адамдар бар ма? Оны мен онда білмеймін. Пайдаланғысы келіп жүр ме, келмей жүр ме, білмеймін. Жүгірген жетпейді, бұйырған кетпейді. Әр нәрсенің өзінің ісі, жоспары, тірлігі бар. Өз ісімізді, тірлігімізді істеп жүре білеміз. Енді пайдаланғысы келіп жатқан адамдар пайдаланып жатқан шығар. Ол жағын мен біліп, зерттеп, мынау мені пайдаланып кетейін деп жатыр екен. Оңбаған неге үйтейін деп жатыр екенді мен ойламаймын. Ойланбаймын да өйтіп. Бәріне пікіріміз дұрыс, ниетіміз дұрыс. Дос жаран, ағайын, туған, туысқа қолымыздан келсе жақсылығымызды жасап, Алла тағаланың мейірімділігіндей мейірімдік болмасақ та, біз өзіміздің адам деген затымызға лайықты бір-бірімізге қайткен күнде де мейірімді болуға тырысып жүруіміз керек. Сондықтан да досымызға, ағайынымызға, туысымызға сені кейде түсінбей де жататын болуы мүмкін, ағайын туыстардың. Мен айтам, кейде бір олардың бір ойынан шықпай қалып, оларға бір жол қалмай қалып, бір баратын жерге бара алмай қалған кезде өкпелейтіндер де ағайын достар болады.
тойына, тіпті кейбір кісілердің өлім жітіміне де әлі күнге дейін бара алмай қалған кездерінде олар енді тіпті өкпелейтін кісілер бар. Енді бұл өмір болғаннан кейін бұл әртүрлі жағдайлар бола береді. Мен сонда айтам, қанша жек көріп кетсең жек көре бер, мен бәрібір сені жақсы көремін. Өйткені мені өзімді біреудің жек көргенін қаламаймын. Біреуге жаманшылық тілемеймін, әйтеуір барынша жақсы болсын, тірлігі дұрыс болсын. Мынау қамшының қысқа ғана ғұмырында өзінің өмірін, өзіміздің тірлігімізді, бір-бірімізге деген көңіл күйімізді әйтеуір жақсы қарым-қатынаста бір-бірімізді жақсы көріп, бір-бірімізге деген мейірімділігіміз артып тұрса болды деп есептеймін. Аға, жақсы адамды қалай тануға болады? Жақсы тануға болатын, енді бұл неге керек бұл? Саған үйренуге керек па? Басқаларға, мүмкін жастарға жақсы адамды қалай танып алу үшін мен айтсам, оғып алып, олар да жақсы адамды қалай танитынын білемін. Адам өзі жақсы адамның жақсы екенін кейде бір білмейді жата ма, сонда? Жақсы адамның жақсы екенін, жаман адамның жаман екенін білмей жата ма сонда? Мен өзімде оны білмеймін, мен қарақтым жақсы адамға. Ол араласа келе, ол енді бірден кейде бір адамның түр-түсіне, рең басына қарап тұрып, жүзі жыл екенін, жүзі жылдан түңілме дейді ғой. Сол сияқты жүзінің жыл екенін біліп тұрып, оның жақсы адам екенін білесің. Кейде біреудің жүзі жыл болып тұраса да, іштен ар жағында арам ойының бар екенін, оны да білмеуі мүмкін. Сондықтан да жақсы адамды танып білу үшін, оның бір мынандай не бар ғой? Адам бірден де ғашық болуға болады, жүре-жүре келіп ғашық болуға да болады деген. Сол сияқты бұны да бірден тануға да болады, кейде бірден танымауға да болады. Бірден бір жақсы адам болып көрінгенмен, ол жүре келе сені бір жаңағыдегі пайдаланып кететін, сені бір саған деген көңілі басқаша, әйтеуір бір құлығын асырайын деп жүрген адам екенін сен білмей қалуың мүмкін. Сол үшін де енді жақсы адамды танымау, әр адамның өзінің жеке бүйтіп көзқарасында, жеке ол адамға деген қарым-қатынасында соны былай өзінше бір зерттеуіне байланысты ғой деп ойлаймын. Араласа келе білесің. Араласа келе білесің. Жақсы. Қартайған сайын нені бағалай білесіз? Қартайған сайын денсаулықты бағалай білесің. Бірінші байлық денсаулық деп о баста айтылған ғой, бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақ жаулық, үшінші байлық он саулық деген қазақта баяғыда айтылып жатқан нәрсе. Денің сау болмаса ештеңе істей алмайсың. Бір жерің шамалсыздап ауырған болатын болса, дүниенің бәрін тәрк етесің дағы денсаулық үшін барынша күресіп араласып кетесің. Денсаулықтың қадірін ауырғанда білерсің дейді. Ауырмасаң білмейсің. Жас кезде сендер білмейсің демес денсаулықтың қадірін. Енді не бір байда, бағланда, мықтыда ол өмірдің аяқ жағында денсаулығына бүткіл дүниесін айырбастағанда адамдар болған. Сондықтан да дүниең жоқ болса да, кедей болсаң да, мына өмірдің қалай өзгеріп, қалай құлпырып жатқанын, жастардың қалай өсіп жатқанын көру ол денсаулыққа байланысты. Соның бәрін көрудің өзі бақыт, көрудің өзі үлкен шаттық. Соны елдің амандығын, дүниенің қалай өзгеріп жатқанын көрудің өзі ол үлкен байлық деп есептеймін. Сондықтан да ең бірінші байлық бұрыннан айтылып жатқан сөз, сол сөз күйінше қалады. Бірінші байлық денсаулық. Басқа байлықтың керегі жоқ. Өміріңізді бір сәт артқа айналдыруға мүмкіндік берсе, нені өзгертер едіңіз? Енді ол не өзгерткенімді білмеймін, өзіміз енді біздің жалқаулығымыз көп. Мен өзім ең жалқаулар адамның қатарына жатқанмын өзімді. Енді біз қазақ деген халықтың өзі де кейде жалқаумыз ғой, біз қазақтар десең, біреудің көңіліне тиеді, біреулер мойындайды өзіміздің жалқау екендігімізді. Біз көбінесе шамалы жұмыс істейміз дағына, шамалы ғана бір тірлікті бітіріп тастасақ, біз демалуға құмармыз. Ой, бір демалайықшы, рахаттанып, бір тірлікті бітіріп тастадық қой дегенге құмармыз да, демалысқа құмармыз. Өзбек ағайындар, тіпті мына қытайлар вообще демалысқа құмар емес, еңбек ете бермеуге құмар.
ол енді Алла тағала сенің өміріңді, күніңді, сағатыңды, секундыңды санап берген кезде сен мына тіршілікті демалыстан бұрын бір мына өмірге керекті, өзіңе керекті, тіршілігіңе керекті, елге керекті бір пайдалы нәрселерді қолыңнан келгенше істеп қалуға тырысу керек деп ойлаймын. Жаңалықтарды, басқа да жаңалықтарды біліп, білімді, ғылымды игеріп біліп, соны істеп қалуға тырысу керек деп ойлаймын. Мені егер өмірімді артқа қарай біраз жыл жазатын болатын болса, жастан қайттан бастайтын болсам, мен бәрін білуге, бәрін үйренуге, білімді, ғылымды, соны шын түсінуге, соны бір әжетке жаратуға, жатпай тұрмай, ерінбей, аз демалып, сондайды тірлік істерем деп ойлаймын. Енді амал жоқ. Енді әлі де істей береміз, амал жоқ емес. Енді пенсияға жақындап қалдық қазір біз енді. Пенсияға шыққаннан кейін Құда қаласа бір демалатын болдық қой. Ой, Құдай, осы күнге қашан жетеміз деп отқан жоқ. Пенсияға бір шығып алсақ, содан кейін барып бір басқаша бір тірліктерді бастаймыз, басқа бір жұмыстарды істейміз. Қолдан келетін, басқа ойда бір біраз нәрселер бар, соларды істейміз деп. Оны пенсияға шықсаң да шықпасаң да істеу керек тірлік қой енді. Енді қартайып барады, мен қашан демаламын, қашан шаршаймын деп отқаным жоқ. Демейміз. Пенсияға шығам ба, шықпайым ба, мен ол ойыма кіріп шықпайды. Шықсам шыға қояйын, шықпасам жоқ, шықпай-ақ жүре берейін, ол маған бәрібір. Біз ойымызға істеген мақсаттарымызды, қиялдағы әрекеттерімізді тек істеу, соны істеу, жұмыс істеу. Демалмай. Енді осы күнге дейін жаңағыдай өмірдің қадірін, тіршіліктің қадірін, жұмыстың қадірін, жалпы бірдеңе іс-әрекет істеу керек екендігін қадірін біз білмей жүрген болатын болсақ, енді білген болатын болсақ, енді істей ал енді. Істе. Сондықтан да оның пенсияға шығайын деп отырмын, енді болдым, толдым деген ой жоқ. 50 жылдан кейін халық сіз туралы не айтады деп ойлайсыз? Енді 50 жылдан кейін халық үйтіп айтады, бүйтіп айтады, болмаса ұмытып кетеді мені деп мен ойламаймын, ол маған бәрібір. Ол мені ұмытатын, ұмытпайтындай мен бір дүниеде, мына дүниеде келіп алып, бірдеңені аударып, төңкеріп, бірдеңені қырып істеп тастаған жоқ. Құдайдың құлы, пайғамбардың үмбетіміз дейміз біз өзімізді. Біз ең бірінші Алла тағаланың алдында күнәмізді кешірсін деп, Құдайдың алдында біз өзіміздің парыздарымызды, міндеттерімізді өтей аламыз ба, өтей алмаймыз ба, о дүниеге күнәһар болып кетеміз ба, соны ғана біз ойлауымыз керек, сол ғана жетістікті. Біз әйтеуір сол өлергенше бар күнәларымыздан арылып кете аламыз ба, кете алмаймыз ба, соны ойлауымыз керек деп ойлаймын. Ол мен мақтай ма, даттай ма, ол маған бәрібір. Аға, енді біреулер бақыт дегенді байлық дейді, машина дейді. Сіз үшін бақыт деген не? Мұқағалидың мынандай өлең бар. Бақытты іздей берме, ат шаптырып дейді. Қоярсың арманыңды ақсақ қылып. Одан да адамдықты маздата бер, уақыттың ошағына от саптырып дейді. Бақыт деген адамға бір былайша қарасаң, енді осы жүргеннің өзі бақыт. Кейде бір аса бір бақыттың, әркімнің бақыт туралы әркімнің түсінігі әртүрлі негізі. Бақытты күндер де болады, бақытты жылдар болады, ал бақытты сәттер де болады. Сол сияқты көңілің түсіп қалса, бір өзіңді бақытсыз сезініп қалғандай боласың. Басқа да бір қиын жағдайға тап болсаң, бақытсыз сезінгендей боласың. Қуанып, дос-жаранмен отырып, көптен бері көрмегенмен достар, ағайынмен отырып, бір көңілді болып қалсаң, бір бақытты сияқты болып қаласың. Меніңше бақыт деген өзінің жанұяның амандығы. Олар жұмысынан бірдеңе таппай, бір қиыншылыққа ұшырап жатса да, біреумен біреу ренжісіп жатса да, мен үшін бақыт деген
бала шағамның, ұл қыздарымның, немерелерімнің, ағайын туған туысының, елдің, осы Қазақстан Республикасының жалпы амандығының өзі үлкен бақыт. Ол арасындағы майда шүйделерге оның бақытсыздығы санауға болмайды. Бақыт деген ол сенің мықты денсаулығың. Бұған артық бақыт жетпейді. Оны ауырып жүрген адамдардан сұрасаң, дәм мойындайды. Үлкен бұл денсаулық дегеннің өзі өте баға жетпес бақыт. Сондықтан да бақытты күндеріміз көп болсын, бақытты сәттеріміз көп болсын. Осы отырыстың өзі, осы айналадағы осы парктың ішінде жүрген адамдардың бәрі бірдеңеге ашуланып, бірдеңеге ұрынып, бірдеңені алған жоқ. Өзімен өзі демалып, бір-бірімен әңгімелесіп отырған осылардың өзінің бақыт. Осының өзі бақыт. Басқа да бір қиын жағдай, Құдай бетін аулақ қылсын, басқа да бір аласапыран бір заман болса не болар? Сондықтан да енді бақыт деген ұғымы да, оның айтылу тірлігі де, оның көп нәрселер болады. Сіздің қарапайымдылығыңызға риза болып отырмын. Барлығы сіз сияқты болса екен деймін. Рахмет, сұхбат бөліп келгеніңізге көп рахмет. Сізге шығармашылық табыс тілеймін. Енді өздеріңе де бақыт, шаттық, жақсылық тілеймін. Еңбектеріңізге, творчестволық еңбектеріңізге үлкен табыс тілеймін. Жаңақорған қаласындағы аудандық мәдениет үйінде сұхбат орталығын жасап отқан аудандық мәдениет үйіне Жаңақорған мың алғыс. Енді аудандық жерде тұрып, енді осындай үлкен тірліктермен, үлкен бір ой бөлісулермен айналысып жатқанның өзі үлкен жұмыс бұның өзі. Оның екінің бірі істемейді. Қаланың кейбір жерлерінде бұндай істемеу мүмкін. Тірліктеріңізге табыс тілейміз. Аудан халқына, Жаңақорған ауданына, халқына, еліне, ағайынға, туған туысқа, бауырға, баршаңызға мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мынау жастарымызға оқуда озат, үлкендерімізге еңбекте алда болып, табыстан табысқа жетіп, үлкен бақытқа, байлыққа кенеліп, бақытты ғұмыр кеше беріңіздер. Аман болыңыздар.